Ассалаумалейкум. Бүгін осындай әзербайжандық асханадан ыстық тағам хинкали атты өте дәмді тағам жасаймыз. Алдымен бізге су қажет болады, тұз және ұн қажет болады. Осы үшеуін араластырып қамыр илейміз. Алдымен лопаткамен араластырып алсаңыздар болады. Содан кейін қолмен жайлап қамырымызды илеп бастаймыз. Осындай тесті шықты, оны жауып қоямыз бетіне. Демалдыру үшін салмасына фаршқа тартылған етке бұрыш, тұз, кез келген көк шөптеріңізді салсаңыздар болады. Негізі бұның салмасына кейін салады. Менде бұл жолы петрушка және көк жуа. Қамырымызды екіге бөліп аламыз және осындай кішкентай бөліктерге бөлеміз. Қамырымызды әрқайсысын жұқалап жаямыз. Менікінен де жұқа жайсаңыздар болады. Осындай стаканчикке қамырымызды орналастырып, кішкене ішіне қарай бөгейміз де ортасына жаңағы салмасын саламыз. Бізге осылай түйу ыңғайлы болады. Жан-жағынан осындай складка дейді ғой. Складка жасап, бір жерге жинап түйеміз. Негізі 28 складка болу керек. Мен бұл жерде санаған жоқпын. Көзбен жасадым. Ортасына жаңағы түйеміз жақсылап. Одан жақсылап түймесек, қайнаған уақытта ашылып кетуі мүмкін. Кішкене түйме қысатып шығарамыз. Жоғарғы жағын. Содан кейін қайшымен немесе пышақпен кішкене қиып тастаймыз. Мінекей осындай болып шығады. Барлығымызды жасап шығамыз. Суымызға тұз салып қайнатамыз. Одан кейін жаңағы хинкалиді салып толық пісіріп аламыз. Бұл піскен уақытта хинкалиларымыз жаңағы керісінше төмен қарап шығады. Осындай болып бұлай жатса уже пісті деген сөз. 10 минут піседі. Біздің хинкали дайын. Кез келген соуспен берулеріңізде болады. Менде бұл жерде чесночный соус. Ішіне жаңа көп шөптеріңізді сепсеңіздер болады. Өте дәмді және өте нәзік, сочный дейді ғой, сондай болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын.